Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің мектепке баратын жолым. О дыбысымен әріпі. Бұл сабақта сен о әріпімен танысасың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Сөздегі дыбыс түрлерін ажыратасың, дұрыс дыбыстайсың. О әрпін көркем жазуды үйренесің. Балалар, бәріміз суретке назар аударайықшы. Бұл затты бір сөзбен қалай атауға болады? Ойыншықтар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ойыншықтар сөзінде ең алғашқы дыбыс қандай дыбыс екен? О дыбысы. Дұрыс балалар. О дыбысын айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында ешбір кедергіге ұшырамай, еркін, созылып айтылады. Және жуан естіледі екен. О дыбысы жуан, дауысты дыбыс. Балалар, кәнеке кім жылдам ойын ойнап жүрейікші? О әрпінен кездесетін сөздерді атаймыз. Кәнеке кім көп сөз біледі екен? Жарайсыңдар балалар, о дыбысынан келетін сөздерді өте көп біледі екенсіңдер. Суретке қарайық балалар. О дыбысы сөздің қай бөлігінде айтылатынына мән беріп көрейікші. Орман, бота, орындық, орамал, жол. Балалар, қанеке мына сөздерді бірге оқиықшы, және буын санын анықтайық. Ор, ол, он. Балалар, бұл сөздер неше буынды сөздер екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл сөздер бір буынды сөздер екен. Себебі бір ғана дауысты дыбыстан құралады. Келесі. Орал, олар, ора. Ал бұл сөздер неше буынды сөз екен балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Екі буынды сөз екен. Себебі мұнда екі дауысты дыбыс бар. Балалар, қанекей алған білімімізді қолданып көрейікші. Ол үшін суретке мұқият қарайық. Бұл жерде о дыбысы сөздің қай бөлігінде кездесіп тұр екен? Қанекей бірге оқиық. Автобус, орындық, метро, қоян, қонжық, орамал, доп. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Бұл жерде о дыбысы сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің соңында кездесіп тұр. Яғни о дыбысы сөздердің басында, ортасында және соңында кездеседі екен балалар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы, мұқият орындап отырсыңдар. Балалар, дәптерімізді ашайық, тап-таза етіп жазайық. О әрпін көркем жазуды үйренейік. О дыбысы бас әрпі және кіші әріптен тұрады. О әрпін жазуды үйренейік. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. Оның бас әріпі бір ғана элемент дөңгелекшеден тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай доға жасай отырып иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, оңға қарай доға жасап, оны доға сызық арқылы бастапқы нүктемен қосамыз. Оның кіші әріпі де бір ғана элемент дөңгелекшеден тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай үстіңгі сызыққа тигізе, доға жасап, дөңгелете төменгі сызыққа тигізіп, бастапқы нүктемен қосамыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге о әріпін жазуды үйрен. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша, көркем етіп жазыпсыңдар. Балалар, сендер мектепке қалай келесіңдер? Қарайықшы суретке. Омар мектепке қалай келген екен? Омар бірінші үйінен шығып, аялдамаға келді. Аялдамадан автобусқа мінді. Автобустан түсіп, метроға отырды. Метродан түсіп, мектепке келді.
Ал енді сендер өздерің мектепке қалай келесіңдер? Соны әңгімелеп беріңдерші. Жарайсыңдар балалар. Жол тәртібін сақтап жүрейік. Жолдан өтерде абай болайық балалар. Балалар, бүгін сендер сабаққа өте тамаша қатыстыңдар. Бүгін біз не үйрендік, не білдік? Кәнеки кері байланыс жасайықшы балалар. Балалар, бүгін сендер о әрпімен таныстыңдар. Оны дыбыспен сәйкестендіріңдер. Сөздегі дыбыс түрлерін ажырата білдіңдер. Және о әрпін көркем жаздыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгін сендер сабаққа өте тамаша, белсенді қатыстыңдар балалар. Жарайсыңдар. Олай болса үйден өз бөлмелеріңде о дыбысынан келетін заттар болса, сол сөздерді буынға бөліп келеміз. Оқулығымыздың 43-ші бетіндегі о дыбысымен әрпін оқимыз. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.